танатыпты ғой қойғырсын тұрайын. Ой, бәріне сәлем достар, сіздермен бірге Симон. Бүгін бізде өте қызықты история болайын деп тұр. Давайте соңына дейін көріп, маған тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Ал кеттік, ал историяға көшейік. Бүгінгі күнім қалай өтеді екен? Ой, қарным ашып кетті ғой, тамағымды жеп алмасам. Өз үйде тамақ бар ма екен? Вообще білмеймін ғой мен. Қой құрсын, тамағымды ішіп алайыншы. Так, холодильник қаяқта екен? Холодильник. Так, ой, пицца мен андай соусым бар екен. Ну, окей, ала салайық. Главное, қарным тойса болды. Ой, үйге біреу келіп тұр. Бұл кім екен? Есті іле салдым. Так, тамағымды ішіп алмасам, қарным ашып кетті вообще. Так, ой, не істеп жүр жаңағы адам? Все, болды, ең алдымен тамағымды ішіп алайыншы, а то қарным ашып кетті. Ау, кешегі ме да, қай күнгі пицца еді мынау өзі. Әйтеуір жеп жатырмын, қарным ашқан соң. Дәмді екен. Енді не істесем екен? Ой, яқты. Менің үйім кіп-күттай, блин. Менің үйім кіп-күттай, ой, енді қарындаш. Тобыр. Ал, ой, мәссаған. Әп-әдемі кафе ғой мұнау. Ішіне кіріп тамағымды ішіп алмасам, қарным әлі бір тоймай жатыр. Мыналардың бәрі әдемі ғой. Мәссаған. Осы жерде жұмыс істейтін адамдар күшті шығар. Менде 500 теңге бар екен. Саламатсыз ба? Тамақ бар ма? Ням-ням бар ма? Ойлы 500 теңге деп, маған 5000 теңге бар екен. Короче, нағарандар айс официант дейді. Күшті екен. Аты есімі әдемі екен. Негізі Казбер істейді. Я хочу торт и коктейль клубничный деп, короче, орысша сөйлеп жатырмын, себебі қазақша жазған кезде былайынан решетка болып кетіп жатыр. Жақсы, ана жерде орындыққа отырып алыңыз, қазір заказыңыз барады. Мына тамақтың иісі әдемі шығып жатыр ше. Так, мына адамдар жұмыс жүр ме екен? Қараңдар, мына көптеген адамдар жүр. Саудасы өтіп жатқан ғой мына кафенің. Осы кафеге жұмысқа тұрсам бекен, достар, сендерге айтатын бір приколдарым тосылып қапты. О, саламатсыз ба? Мынау торт па? Ой, рахмет. Жоқ, бекен, торт емес, торт. Жарайды. Ағандар тап-таза ғой, аяқ. Блин, аппетиттерін жаман ашылады екен. Тортымды жеп алайыншы. Ой, не қарап тұрсыз, апай? Қарауға болмай, мане, кетсе бал. Кафесі тема, анадама, білмеймін, 5 тема болып тұр ғой. Так, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Біздің кафе ұнап жатыр ма? Мен осы кафенің бастығымын. Ой, әрине, мына кафеңіз сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес, бірақ мына адамы деген... Не, мен туралы айтып жатсың ба не? Ой, жоға, братан, мақтап жатыр едім сізді. Сау болыңыз, рахмет дейміз, короче. Ана адам өзіне нервыма тиіп жатыр. Бірақ тамақтар дәмді екен. Бұндай тамақ ішіп көрмедім мен үйде. Ой, уже кеш батыпты ғой. Қалай сонда мен азанда кеп кешке қарай тамағымды ішіп жатырмын. Тасташ. Ханым, Каспий бар ма? Каспийден төлейін деп едім. Я Каспий бар ғой, бір решетка. Все, неше теңге? Скидкамен ба? Я, 5 теңге негізі. Все, аудардым. Все, сау болыңыз. Сау болыңыз. Сөздер аяқталынбай екенде, қой құрсын. Короче, достар, мен киім алатын жаққа барып жатырмын, себебі официанттың киімін аламан. Так, кеттік ал. Осы киім енді... Дадам! Міне қараңдар, официанттың киімі. Кстати, сендерге не үшін алып жатқанымды айтпаппын ғой. Мен жаңағы кафеге қарсы жұмысқа тұрғым келеді, и ертең айта салам. Так, саған новенький үй. Вау, нағарандар! Жап-жасыл үй. Мен бұны деген енді біліп жатырмын. Ой, позор. Қараңдар, осы үйге давайте рум-тур жасайық. Нағарандар, ана аяғында, короче, машина, анау 2 этажный. Алдыңға есік, қараңдар. Наяқта телевизор, кухня, анау қазір таныстырамын. 2 этажы көрейші, қызық болып тұр. Нау жататын бөлме, наяғы, вау, косметика, и на жер гүл, анаяғы айна. Короче, бұл главный комната. Так, ендігі келесі бөлме. Аяқты көрек, бұл ажыштығына көріп тұрсындар. Енді наяқ, ой, нені? Саған,
несіне дейін бар ғой. Йо, қараңдар, мынаны бірінші рет көріпті. Мынау күшті екен, балалардың комнатасы. Так, енді астыңғы этажға. Так, вау, қараңдар, әдемі. Так, мынау қандай бөлме екен, аяқты көрейік. Бұл ұйықтайтын, аха, все. Так, қандай, все болды. Наяғы кухня, қандай екен. Так, енді кафеге барып жұмысқа тұрып алайын, қайта ертең былайынан бара саламда, дайындалып, и потом сондай. Так, либо бүгін ақ тұра салайын жұмысқа. Үйім жанымда ғой бәрібір. Қайтадан сәлеметсіздер ме? Маған жұмыс қажет еді, былайынан жұмыс бере аласыздар ма? Бір официант, либо клиник деген сияқты ше. Не деп қуып кетсең, Так, енді жауабын беру керек. Ханым, мен оны білмедім. Бастықтан сұрап көріңізші, осы кафенің бастығы бар еді, сол ғана біледі. Мен қабылдай алмаймын өйткені, ато бастық жұмыстан шығарып жібереді. Қой құрсын, шығарып жүрмесін. Жарайды, бастығын шақырып жүрсеңіз. Бастық! Ойбай. Келіңізші. Жай, болды, қойыңыз. Келет шығар енді, болды, қойыңыз. Короче, екінші этажға барып өзіңіз сөйлесе беріңізші, барыңыз. Жарайды. Қазір барайын, екінші этаж. Ой, қаяқта еді екінші этаж. Ана жерде отыр екен ғой, бағанағы. Саламатсыз ба? Не ғой, сіз емес па бастық, иә? Иә, бастық. Мен жұмысқа тұрғым келіп еді. Сіз түнгі уақытта ғана жұмыс істей аласыз. Сонда қалай, мен түсінбедім? Иә, сіз тек қана түнде жұмыс істей аласыз. Өйткені түнде ғана орын бос болады. Я, енді түсіндім. Ой, рахмет. Өзім де осы жұмысқа тұрғым келіп еді, Ұлпи ханым. Кстати, достар, мен сестренкаммен таныстырып кетейін. Бұл менің сестренкам Ұлпи. Оның өзінің телеграм каналы және тикток аккаунты бар. Давайте тіркеліп, қолдап кетіңдер. Ал кеттік историяға көшейік. Қызметшілер, қайтамыз. Мен қалам ба? Иә, сіз қаласыз. Жарайды. Так, мен шығарып сала берейін. Иә, шығарып салыңыз. Клиниктер, ханымдар, мырзалар, шығамыз. Біздің кафе жабылайын деп жатыр, шығамыз. Тұмалар түсінбейді ау. Рек қылып айтпасам. Ханымдар мен мырзалар, қайтамыз. Уже тым батты, кеш батты. Одан кейін бәріміз қайтайық. Қазір бастығы бізді жұмыстан шығарып жүреді. Короче, шығыңдар, Давайте деп айтып жатсам, мына адам. Ой, бұл кеп тұр ғой енді. Сендерге айттым ғой, жабылады деп, қайтыңдар тез. Ойбай, ханымның өзі ұрсып қояды, не? Ой, қой құрсын, бұлар тез қайтарып жіберу керек, қайтпай жатыр. Ханым, қайта берсеңізші, мен өзім шығарып саламын, бәрің маған тапсырсаңызшы. Сау болыңыз. Так, мына адам не деп жатыр екен? Короче, бір заказдар беріп жатыр екен, мен мына қарай берейін жұмыстарымды істеп. Так. Мына ұн бар екен. Ой, бұл дұрыс жоқ қой мына. Ойбай. Мына апарып тастау керек. Күтір. Ой, мына дрожки, мука. Аха. Ой, бұл мына не жоқ қой, перец жоқ, перец. Апарып тастайық тез. Опана. Так, басылмайды екен. Ну, окей, так, не дейді, налар жаңа бірдеңе қосайын ба дейді. Ана адам не заказ берді екен өзі? Бәрібір тасташ. Так, короче, қараңдар. Вау, торт істейінші мен. Торт істейін ба десем, бәрі мені қуып жүрді. Міне қараңдар, жуап жүр мен енді. Уже бізде танатты мына адам енді заказын енді беріп жатырық. Мынау не деген кафе деп ішінен жаман отқан жүре. Бағандан бері қалай шашымай отыра. Так, ас болсын. Рахмет деп отыр. Сіз тез жеп үлгересіз бе, ато жинап үлгермесек бастық ұрсат деп бетке айта салдым. Енді қараңдар. Так, наяқ гараж екен. Іш пысып кетті. Білейін, бастық бағаны істеді өзі. Мына адамды бір жеп болмай жатыр. Ішім пысып кетті ғой. Все, ең тұрып жатыр. Наяқ жинап тастайық енді. Ура. Так, тазалап алайын дейді. Я да тазаламасын қазір. Бастық деген біз батшымыз шығарады. Яғда жерде кофені, коктейль алсын да ше. Ұрсат, деньги дай, деньги. Ойбай, дөеги деп ма, ужас. 2500 теңге. Сет, чо там? Бір пицца, бір коктейль, 2500 теңге сізден бізге. Все сау болыңыз. Тез құлтап қоймасам, ой, біздің подружкамыз келді. Так, подружка, сәлем, қалайсың? Так, все. Давайте, қыздар, жүрінде екінші этажға. Давайте аралайық. Шаршап кеттік қой біз.
Жоқ, өзің демала бер, бастық ұрсып жүрер. Ну окей, өзім барып демала берейінші, қайта шаршап қалдым. Өзім демалсам кайф шығар одан да, иә. Так, мәні бағаным отырған жер күшті ғой. Мәні комнатаны қараңдар. Вау, теманың темасы болып тұр ғой. Ой, светке не болды? Ой, что-то бірдеңе, ой, замекание болып тұр ғой жай әшейін. А жоқ, бұл вообще... Стоп, мен қорқа бастадым. Кинодағыдай болып кетті, ана мен көріп жүргенше. Мен қорқып тұрмын, блин. Не болып жатыр өзі? Неме, замекание тоқтау керек қой уже, не болып кетті? Ой, ендігі свет өшіп қалған нес, қоспасам. Ой, что-то қосылмай жатыр. Мама, наяқта не жүр? Ужас, кіп-кітте бір бәле жүр. Кет бар деймін мен саған. Қаяқтан шыққан бәлесің? Ей, бірші мынау қаяқтан шық. Қаштым. Ой, ол қалай үйдің анаяқта мініп кетті, құпия жер ма? Мініп көрейінші. Ой, құпия жер екен. Бұл жайлы ешкім айтпап еді. Ой, анаяқта бірдеңе жанып тұр, қараңдар. Сейф екен ға, бәсе бастық деген. Что-то былай ақшасын неге санамайды деймін. Анаяқта төсек тұр, не? Ой, баш, анаяқтан бірдеңе шықты, қаштым. Көмек, қазір есімнен танып қаламын, ужас. Аяқта бір бәле құрт жүр ғой, қайық, аяқтан шыққан мынау. Көмек, ойбай, аяқтан шалмай. Мен қатты қорқып қалдым уже. Ай. Ойла, құрбым, саған не болған? Ема, ауада рекорд қой мынау. Ойбай, сен есен танып қалған екенсің, ужас. Все, құрбым, түйде бұлармен жатшы, не қабы, түйде деп па, ужас. Жат, тез ұйқы бас, жат. Мен шашып қалдым. Не қажет салайшы? Күшіне. Ойбай, мен құрбым, не ақ жатыр? Есін танып қалған екен ғой. Ойлақ тұрайын, ужас. Ятай, позор. Сума, бір бәле әкеле салайшы. То мына құрбым деген ұйқы бас, жата береді екен де, тұрмайды да ғой, мен өзім ұйықтап қаппын. Ой, мен ұйықтап қалғам ба? Мен қаяқтамын өзі. Ой, құрбым, сен не тұрсың? Құдайға шүкір, тұрдың ау ұйқы басапай. Бір жыл болды ғой. Өтпейтін приколдарды айта берме, айтшы, не болды деймін. Короче, сен бір жерде анаяқта ауада рекорд жасап жатып жатсың ғой. Ана жақта деген сені былай видео түсіріп алсам, тиктокта хит болып кетесің ғой. Короче, сондай. Саған не болды, кстати, әңгіме айтсай? Десем, короче, былай ғой, мен бағанда нормально екінші этажға келем, осы бөлмеге қарайын да, анаяқта зомби деп шығады. Замекание болады, еще цветші, ана жерде дегенмен. Ана жерде айтып вообще. Короче, осы үйде камера бар ма еді? Ана зомби алдымнан шығады, еще ана екінші несіне құпия жерге барған кезде. Сол кезде қораптың ішін ашып қалсам дегенде қасына барсам, анау деген бұлайынан шығады. Мен қорқып кеттім жаман. Сол кезде қашып жүріп есіме танып қаппын. Сосын ауада рекорд жасай салдым. Біз әңгімені айтып бітірдік. Енді адам келе ма десек, келмейді. Сосын закрет қылып тастадық. Все, кафе жабылды. Біз өзіміз тазалап сөйтіп аламыз. Құрбымыз екеуміз. Құрбым, не, продукты бітіп қапты, әкелесің бе өзім магазинге барып? Ой, құрбым, смело ғой магазинге бару. Сен мен қазір магазинге кетіп баратым, давай. Короче, продукты маған WhatsApp-тан жазып жібере салшы, солардың бәрін зың еткізіп алып келем. Так, енді мен өзім үйді жинап тастайын. Үйді деймін ғой, кафені. Так, полын дұрыстап жинап тастау керек. Алдында клиник қаяқта. Ужас, немене кетіп қалған нес. Ой, маған біреу звондап жатыр, что-то, иә? Звондап жатыр. Мен телефоным қаяқта екен? Қалтамда тұр екен ғой. Мен таппай қалдым. Так, қазір сөмкемде тұр екен, алайын. Алло, ханым. Алло, айта беріңіз. мен Дубайға кетіп қалып ем. Кафеге ие боласың ба, саған сендім. Ой, ханым, давайте. Давайте, сау болыңыз. Сау болыңыз. Болды. Так, құрбым, тез продукты алып кеш бол, мен үйде жүріп бәрін жуалмай жатырмын. Бош құрбым, болсай. Асықтыра бермейші, не адам не ұсына тиіп. Ой, тағы замекание ма? Ой, құрбым, алло. Блин, құрбым, звондалмай жатыр. Тез видео түсіріп алсам ба екен.
Блин, мына қаяқта не болып кетті? Электроник па шақыру керек еді. Так, мына жақта видео түсіріп алайын. Так, мына жақта былай түсірейін, кеше мына жақтан шығып еді. То шықпай жатыр. Ай, тағы шықты екен ғой, ужас. Короче, бұл менің күлкім емес, сестренкамның күлкісі енді. Ай, бетпендір, все қашамыз зомбиден. Ай, мына жақта, ой, басым айналып кетті, ой. Ла. Ужас! Не болған құрбыма? Ай, құрбым. Ой, неттен шыға алмай қалдым жаңа. Ой, құрбым, сен келдің бе? Ма, жаңа білесің ба? Жаңағы бағанағы, ой, кеше елес тағы қайтан шықты. Бұл кафенің бір құпиясы бар. Осымен достар, біздің история аяқталды. Сіздерге ұнаса лайк басып, комментарийға жазып тіркеліп кетіңіздер. Всем пока-пока.